20-21 бөлім. Бұл эпизодта өте қызықты әрі мұңды эпизодқа толы. Бұл жерде кек алу үшін қайтадан оралған егіздерді көрген Самет таңырқап қалады. «Оу, сендерді кім шақырды? Қайдан келдіңдер? Сендерге рахат, өздерің бастық сияқтысыңдар. Кетем десеңдер кетесіңдер, келем десеңдер келесіңдер» деген сияқты мұқатып бекетіп айтып тұр. Бұл жерде қайтадан жұмыс істеуге келдік деп жатыр. Сибилай жылап тұр бұған келгеніне қарсы. Негізі Мелек те үнсіз ашуланып тұр. Ал мында Жихан іздеп жүрген, енді тауып Мелекпен жеке сөйлеспекші болып түсіндіреді. «Сен мені тыңда, бұның барлығы жалған неке. Мен саған айттым ғой, 6 ай күте тұр» деген сияқты. Ал Мелек тыңдағысы келмейді. Сибилайдың ізінен нұқ қуып жүр. «Неге сен бүйттің? Шындықты айтты» деп. Сибилай шындықты айта алмайды. Тіпті Мелек те ана жақта жауап алып жатыр екі егіздер. Ал Сибилай кәдімгідей шындықты айта алмай қиналып жылап, тіпті өзінен кетіру үшін «Мен саған ғашық болған емеспін, барлығы жалған, тек сені пайдаланып кеттім» деп жатыр. Өйткені оны айтпаса Нұқтан айырылып қалады деп ойлайды. Мына жақтан шешесі қарап тұр ғой, әдейі соны көріп тұр, әдейі қасына жолатпай жатыр. Мында Тақсин отыр. Тақсиннің байлығы енді өте көп екен. Көптеген нови, ақшалар, доллар. Мына ақшаны көріп Тақсиннің қызы болып кетті ғой деймін. Тақсин бұл ақшалардың барлығын жинап жатыр. Алдағы уақытта мүмкін Нұқты бір компанияның бастығы болуы мүмкін. Нұқ келіп, Тақсинді ағасы ретінде қабылдап, сырын айтып, тіпті ер адам болса да көз жасын көл қылып жылап жатыр. Сибилай мені алдап кетті. Жоқ, мен оны сүйдім, мен оған сендім деген сияқты жылап отыр. Тақсин аға жұбатып жатыр. «Сен еркексің, еш уақытта мойыма» деп. Қасына жігіттері келіп, Тақсиннің жігіттері келіп, бір үлкен нәрсе әкеліп берді. Әзірге подарка сияқты. Бұнда Сибилай мұңайып отыр. Өйткені әлі де Нұқты сүйеді. Сонда да өзін ұстауға тырысып жүр. Ал Самет болса, Сибилайдың әлі де өзіне сенімді қылу үшін оған көлік сыйлап жатыр. Жасыл көлік сыйлады. Мұнда Тақсин бағанағы жасырын сыйлықтың ішінде Сумрудың үлкен картинкасы бар екен. Кешегі кештегі көйген көйлегін Жиханға апарып бермекші болып таксиге отырады. Бірақ бұл такси Мелекті ұрлап бара жатыр. Тіпті мына жаққа бұрын компанияға барамыз десе де айтқан қылмай алып бара жатыр. Қорыққан Мелек не істерін білмей айқайлап жатыр. Ерке Шолжаң Асат Нұққа «Менің көлігімді жүргіз, бүгін менің жүргізушім боласың» деп, тіпті Нұққа сабақ бермекші болады. Солай келе жатады да Мелек туралы жағымсыз әңгімеледі. Ал Нұқтың ашуы басына сыймай айдалаға тастап кетеді Нұқты. Нұқ ашуланып қалады. Таксиде отырған Мелек әлі де өзін түсіне алар емес, қайда не үшін ұрлап баратқанын түсінбейді. Бір кезде осындай бір жерге келеді, такси тоқтайды да Мелекті түсіріп кетеді. Сөйтсек, бұл Жихан жалдаған такси екен. Жихан Мелектің ізін аңдып жүр екен. Мелекке бар шындықты түсіндірмек болып, екеуі көл жағасында отырады. Бірақ шынымен де Мелек екеуі осы жерде төбелесіп, Мелек ұрады Жиханды. Бірақ артынша екеуін түсінісіп, қайтадан махаббаттары жалғасады. Сибилай болса Нұқтан қашып жүр. Десе де Нұқ әлі де жауап алмағаннан кейін Сибилайдың ізіне келіп, «Түсіндірші, айтшы, мен саған әлі де сенем, мен сені әлі де сүйем. Екеуміз бір-бірімізге серт бердік қой» деп отқан кезде Жихан келіп қалады. «Сен менің әйелімнің қасында неғып жүрсің? Әйелімнің қасында жолама» деген сияқты әңгіме айтады. Бұған Нұқ ашуланып кетеді. «Сен не деп тұрсың? Не айтып тұрсың? Сендер некелерің жалған некендері қайда?» деген сияқты. Осы кезде Мелек келіп қалады. Мелек айтып жатады, «Не, Жиханды қара, шынайы түрін қара» деп. «Бұлар бізді алдап жүр, Мелек, бұлардың махаббаттары әрбір жалған екен» деп тағы да Мелектің көңілін түсірді. Шансаландардың жеке жайына қадірлі ерекше қонақ келді. Барлығы қонақты күтіп алды. Сөйтсек, бұл қонақ Тақсин екен. Қолында әдемі гүлдері бар. Хикмет ойлап қалды маған береді екен деп. Бірақ Хикметке бермеді ол гүлді, тіпті тартып алды. Хикмет қатты наразы болып қалды осы жерде.
бұл жерге келген кезде Хикмет ойлады, Сумруға береді екен деп, бірақ Сумруға да ол гүлді берген жоқ. Оның анасы Хияметке берді. Осы жерде Тахсин өзінің бір керемет іскер, кәсіпкер екенін көрсетіп жатыр. Ал мұнда Хикмет жаман көзбен қарап тұр, тіпті қызғанып тұр. Тахсин да елдің бәрінен қызғанады. Хикмет өзіне қарағанын ұнатады, бірақ ол қарамайды, оған ғашық емес. Осы жерде барлығы дастарханда отыр, кел отырыңдар деген сияқты жылы жүзді, өздерінің әзілді қалжыңды әңгімелермен дастарханда отырды. Қазір тағы да бір керемет шоу болады. Ол шоу Асат еді. Барлығы өздерін бақытты сияқты көрсетіп, әңгіме-дүкен құрып жатыр. Хикмет қайта-қайта Тахсинге әңгіме айтқысы келіп жатса, Тахсин оны тыңдамай Қияметпен сөйлетіп жатыр. Қиямет ханым, Кафедонияда қашаннан бері тұрып жатсыз деген сияқты. Осы кезде Асат келіп айқай шығарады. Мен қазір оған көрсетемін, сендердің қызметкерлерің Нұх пен егіздерді шақырыңдар деген сияқты айқайлап жатты. Осы кезде Нұх пен келеді, бірақ Сумрудың қатты ойнап тұрғанын көреміз. Сендер кімсіңдер деп уже Асат айқайлап жатыр. Нұх болса барлық шындықты айтамын деп, біз Сумрудың деп айтып жатқан кезде Сумрудың жүрегі тоқтап жерге құлап түседі. Атмосфера өзгеріп, барлығы улап-шулап жылап кетеді. Қызым тұр деп барлығы жүгіріп ауруханаға келеді. Бұнда жылап отыр шешесі қызын естіп, бірақ дәрігерден не жағдай болғанын сұрағанда, Сумруда қатерлі ісік бары анықталады. Қатерлі ісік бар екенін естіген Асат та, шешесі де, тіпті егіздер Нұх пен Мелек те жылап қалады. Бұл нәрсені Самет үйіне келген кезде қызметшілер барлығы сұрайды. Самет мырза, Сумру ханым қалай, не жағдай болды деген сияқты. Осы жерде барлығын айтып жатыр, дұғада болыңыздар деген сияқты. Ал мұнда Мелек өзінің қателіктерін алып, біз бәріне кінәліміз деп өздерін жазғырып жылаумен отыр. Негізі аналарының қайтыс болғанын тілемейді, просто аналарын қорқытқысы келген немесе мойнында қалғанын қалайды, не үшін тастап кеткенін, сол Сумрудың әлі күнге дейін не үшін тастап кеткенін әлі біле алмай жатырмыз. 22-ші сериясы болды. Әлі сол бір немен келе жатырмыз, не үшін тастап кетті екен деп. Шошқа жоқта үй тіреді демекші. Хикмет мұнда енді мен бұл жекежайдың бас ханымымын деп өз-өзін жұбатып жатыр. Енді мен барлығына иемін. Сумру жоқ, енді Сумрудың өлетін күні алыс емес деген сияқты өз ойымен мұнда Сумру жазылып келді, бірақ дегенмен де әлі емдеу керек. Хикмет бір нәрсені сезіп қалды. Ол балалар туралы, яғни сол үшін олардың бөлмесіне кіріп, тіпті Сумрудың жас кезіндегі суретін де тауып алады. Бірақ сенгісі келмейді, мүмкін емес деп. Содан кейін ойына ол балалардың паспорты есіне түседі. Балалардың екі егіз Нұх пен Мелектің паспортын тауып алып, оның анасы деген кезде Сумрудың атын естіп шок болады. Қалайша Сумру, бұл мен үшін ең жақсы жаңалық. Көресің Сумру, мен сені шешеңмен қосып, көздеріңді көкшитіп, неден қуып шығамын деп өз-өзінен қуанып мәз болып жатыр. Осы кезде Мелек келіп қалады, бірақ ештеңе сезбейді. Енді Хикмет көлігіне мініп алып Ақсу қаласы, яғни Мелек пен Нұхтың тұратын ауданына келіп, олар туралы ақпаратты бірінші іздеп жинастырып жатыр. Хикмет шындыққа бір табан жақындап қалды. Тіпті Нұх пен Мелек тұратын үйдің қасында көршісіне не бар, барлық жағдайды біліп алды. Анасы өскендігін